Кайрылы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шоколадты Прага тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Егер де сіздерді қызықтырса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл торттың ерекшелігі бірді шоколадтан жасалғандықтан шоколадты жақсы көретіндер үшін өте керемет торт. Бұл торттың құрамын міндетті түрде осы видеоның астына жазып кететін боламын. Ең алдымен өзіме керекті заттарды дайындап алдым. Бірінші жұмыртқаны саламыз. Енді орташа жылдамдықта жұмыртқамызды миксерлейміз. Қантымызды бірден бәрін салмай, аз-аздан салып отырамыз. Қантымыз міндетті түрде жақсылап еруі керек. Біраз көтеріліп көпіршігенше миксерлейміз. Кейіннен жылы сармайды саламыз. Миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мен құрғақ заттардың бәрін біріктірдім. Қопсытқышты, какаоны және ұнды. Бұларды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Енді миксердің көмегімен барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бірдей масса шығуы керек. Дайын массамызды формаға пергамент қағазын төсеп, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30-35 минутта пісіріп алдым. Енді өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар, әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан. Коржымыз пісіп дайын боламыз дегенше кремін дайындаймыз. Сгущенкаға жұмыртқаның сарысын және суды, қантты қосамыз. Енді барлығын бірдей жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен газге қайнап тұрған судың үстінен осылай араластырып тұрамыз, қою болғанша. Креміміз қою болды. Енді бөлме температурасындағы жұмсақ сармайымызды миксерлеп аламыз. Міндетті түрде жаңағы қоспамызды суытып алып, кейін қосамыз. Енді аз-аздан салып, бұны да миксерлейміз. Енді какаомызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламын. Дәмі енді өте әдемі крем шығады. Дәмі тура шоколадтың дәміне ұқсайды. Кремін жасап болғанша корж дайын болды. Бұны суығаннан кейін формадан ажыратып аламыз. Піскен-піспегендігін осындай таяқшаның көмегімен міндетті түрде тексереміз. Егер де ешқандай зат жабыспаса, онда пісті деген сөз. Формамыздың жан-жағын осылай кесіп шығарамыз. Әйтпесем, сынып бөлініп кетуі мүмкін. Коржымызды суытып алғаннан кейін қалауыңызша 2 немесе 3 бөлікке осылай бөліп аламыз. Енді суыған корждарымызды формаға салып, кремін жақсылап жағып аламыз.
кремі толықтай бетіне жағылып болды. Енді шоколадты ганажды дайындайтын боламыз. Шоколадты ертіп аламыз. Еріген шоколадымызды торттың бетіне құйып шығамыз. Енді әрине бетін сәндеуді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады. Барлығын жағып жасап болған соң холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Себебі кремі жақсы сіңіп қату үшін. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз және менің арнама тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Әйгерім Болысбек.